армысыздар қазақ елі. Бүгін балықтарға қандай жем беру керек, және қыс мезгілінде балыққа жем беруге бола ма, болмай ма, сол жайлы сіздерге қысқаша айтып өтейін. Біз балықтарға қандай жемдер береміз? Құрама жем. Енді ірі малға арналған осындай жем, диаметрі 4-5 мм, ұзындығы мынандай 1-1,5 см. Осы сазан балықтарына өте, әсіресе мына салмағы 500 граммға дейінгі сазан балықтарына осы мөлшер ыңғайлы. Сосын мынандай жемдеріміз бар. Бұл кішкене диаметрі ірірек. Бұл да сол 1,5 килограммға дейінгі салмағы сазандарға, одан да ірі сазандарға жарамды. Сосын балықтарға мынандай жүгері беруге болады. Түйір жем. Бірақ бұл жаз мезгілінде негізі шама келсе суға, кәдімгі суға салып қойып жібітіп берген жақсы. Өйткені бұл судың астында жібейм дегенше судың құрамындағы оттегін жұтуы мүмкін. Сондықтан бұны суға жібітіп берген дұрыс. Былай өзінде көбінесе үлкен шаруашылықтарда осындай түйір бидайды, сосын осындай түйір жүгеріні береді, араластырып беріп жатады. Бұл сары жүгері, бірақ құнарлы, сондықтан бағасы килограмм қымбаттау. Аралас жем осындай комбикормды ірі малға беретін, бордақылайтын малға арналған осындай аралас жемдер. Комбикормның құрамында бидай, жүгері сияқты астық тұқымдас дақылдардың біраз түрі бар. Бұлар сазанның, балықтардың, тоғандағы балықтардың салмағын тез көтеруге септігін тигізеді. Қазір біз тоғанға барып, қыс уақытында кішкене жем шашамыз, және сол туралы айтатын болады. Қазір мына қыс уақытында жем шамамен өзімнің қанша тоғаныма салып жатқанымды көрсетейін сіздерге. Араластырып сала салайық. Мынадан кішкене. Мына жеммен. Ал кеттік тоғанға барып. Қыс мезгілінде балықтарға жемді аз беру керек. Біз қазір жем берейін деп отқан себебіміз судың жердің астынан шығып тұрған су болғандықтан бұның температурасы +15 градус. Және судың ұйқыға кеткен қыс уақытында балықтар жылы су құйылғаннан кейін қозғалысқа түседі. Судың көлдің табанында көшіп қозғала бастайды, қорегіздеп. Сондықтан біз аздап береміз. Ал жалпы өзеннен келетін егер су болса, қыс уақытында тоғанымызда онда жем бермеген дұрыс. Қыс уақытында біз қазір мына азалдан береміз. Өйткені шіріген кезде артығы қалып судың табанында суды оттегісін азайтады, судың құрамында. Мынау кептердің майы, кептерлер өсіп шомылған кезде денесінде, терісіндегі қалшығындағы майлар судың бетіне жайлы. Мен мынау айтқанда зияны жоқ болды. Біз алған жемнің бір түрі суға батпайтын жем екен. Ұсақтары батады, ал мына жем батпайды.
Бізге негізі суға батқан жем дұрыс деп есептейміз. Өйткені қыс уақытында балық судың бетіне көп көтерілмейді, судың табанында жүреді. Батпайтын жем еді. Біраздан кейін батты. Суыңыз ерасты суы болса, аз-аздан қоректендіріп тұрсаңыз болады. Есесінде көктемде балықтарыңыз қоңды және ауруға, әртүрлі инвазиялық, бактериялық ауруларға шыдамды, мықты болып шығады көктемде.